Hello, children. How is it going? Now let's begin today's new lesson. Open your book on pages 110. In all weathers. Қайырлы күн балалар. Кітабымыздың 110-шы бетін ашамыз. Барлық ауа райында деген тақырыпты өтетін боламыз. Бірінші жаттығуда бізде астында берілген мәтіндерді оқыңыздар дейді. Және де онда қандай адамдар қай жерде, сол сұрақтарға жауап аласыздар дейді. Бірінші енді мәтінді оқимыз. Бірінші A-ді оқиға. Sunday 27th December дейді. Яғни желтоқсанның 27-сі жексенбі күн. Hi Molly, greetings from Australia. We're having a fantastic time here. Today is hot and sunny and we are at the beach. I'm sunbathing and my sisters are making a sand castle. Dad and Myriad went surfing. Some people are swimming and others are playing beach volleyball or sailing their boats. We all love it here. See you when we get back. Лена. Сәлем Молли дейді. Австралиядан сәлем. Біз өте керемет уақыт өткізіп жатырмыз. Бұл жақта өте ыстық және шуақты. Біз жағажайдамыз. Біз күнге қыздырынып жатырмыз және менің сіңлілерім құмнан ғимарат тұрғызып жатыр, және де әкем және Меруерт серфингпен айналысып жатыр. Біраз адамдар жүзіп жатыр, біразы басқалары яғни жағажайда волейбол ойнап жатыр. Және де біз бұл жақты жақсы көріп қалдық. Және көріскенше дейді Лена дейді. Лена жазыпты Молляға. Келесі B. Hi Will, we're having a wonderful time here at Shumbulaq in the Zaili Alato Mountains in Kazakhstan. It's a beautiful place and there is snow everywhere. It's freezing cold, but the sky is blue and the sun is shining. Asel and Sanjar are skiing at the moment. My lesson is this afternoon, so I'm having a hot chocolate now. We're having lots of fun. Talk to you soon. Берік. Сәлем Вил дейді. Біз өте керемет Қазақстандағы Алатау тауындағы Шымбұлақта өте керемет уақыт өткізіп жатырмыз. Бұл жақта өте әдемі орындар және барлық жер қарлы және де күн қатты суық, аспан дегені көк, күн шығып тұр дейді. Әсел мен Санжар шаңғы теуіп жатыр қазіргі уақытта. Менің қазір түсте сабағым бар. Мен қазір шоколад жеп отырмын. Және де бізде уақыт өте көңілді өтіп жатыр. Сосын сөйлесеміз. Берік дейді. C. Hi Barney, hello from Thailand. The weather's strange here, but we are having a wonderful time. It's warm and sunny today, but it's often cloudy and rainy. Sauli and Nurlan are visiting the floating market, and Nurjan and I having a snack. It's great. This is an amazing country. We love it. Take care, Ruslan дейді. Хай Барни, сәлем Барни, біз Таиландтан сәлем дейді. Бұл жақта ауа райы өте қызықты және бірақ уақыт керемет өтіп жатыр. Бұл жақта жылы және шуақты болып тұр. Бүгін жиі бұлтты жаңбырлы болады. Және Сәуле мен Нұрлан маркетке бара жатыр. Нұржан және мен тіске басар жеп жатырмыз. Бұл жақта өте керемет, керемет жақсы ел. Біз бұл жақты жақсы көріп қалдық. Өзіңді күт, Руслан дейді. Балалар, біз текстті аудардық. Енді сәйкестендіру жұмысында орындасақ болады. Екінші тапсырмада осы сәйкестендіру жұмысы берілген. Next exercise 3. Read the text again and answer the questions. Мәтінді тағы да оқып, сұрақтарға жауап бер дейді. Балалар, біз мәтінімізге түсінікті деп ойлаймын. Қайтадан оқымай-ақ біз сұрақтарға жауап бере аламыз. Where is Lena? What is Myriad doing? Яғни мәтінге қарап жауап берсек те болады. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап, өздеріңіз жазып алсаңыздар болады, балалар. Next task exercise 4. Copy and complete the table. Talk about each person to the class. Яғни кестені толтыру керек балалар. Жаңа мәтінде мысалға әр аттар болды. Хат жолдаған адамдардың аттары. Олар қай жақтан жолдап жатыр? Place орны, ол жақтағы ауа райы қандай? Activity іс-әрекеттер, олар немен айналысып жатыр? Соны солай толтырсақ болады. 3 хат бар. Мысалға 3 хаттың
сонда 3 адамнан не істейді толтырамыз мына кестені, иә, сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Және де астына жазсаңыздар болады. Мысалға үлгідегідей Ruslan's in Thailand, it is warm and sunny today, he's having a snack now with Nurjan деген секілді, иә, балалар. Next exercise 5 activities. Бұнда іс-әрекеттер, иә. Fill in, go, play, do дейді. What are these activities in your language? Which of them do you sometimes, usually, never, do in summer, the winter? Яғни go, play, do. Яғни осы спортпен байланыстырып, осыны іс-әрекет, спорт түрлеріне беріліп тұрған, иә. Соны толтыруымыз керек, және де бұл іс-әрекетті кейде жасайсың ба, әдетте ешқашан жасамайсың ба, немесе қыста жасаймын, немесе жазда жасаймын деп те сөйлем құрап жазсаңыздар болады, балалар. Сіздерге мен дұрыс нұсқасын қалдырдым, соған қарап толықтырып аламыз. Exercise 6. You are on holiday. Try to decide which of these activities in exercise 5 to do. Ask and answer the questions дейді. Яғни жаңа 6-шы сұраққа, 5-шы тоға қарап отырып, іс-әрекеттер туралы талқылаңыз дейді. Бір-бірлеріңізге сұрақ қойып жауап беріңіздер дейді. Міне үлгі қалдырыпты сіздерге. Сол секілді осы 5-шы тоға қарап отырып жазсаңыздар болады. Мен сіздерге бір нұсқасын қалдырдым, осыған қарап толтырып алсаңыздар болады, балалар. Last task talking about the weather. Ауа райы туралы әңгімелесу. Look at today's international weather chart. Listen and complete and answer the questions as in the example дейді. Астында бізде балалар ауа райы берілген, және сол ауа райында қараймыз Дублин, Глазго, Вена. Осыларда ауа райы берілмеген, соларды табуымыз керек. Және де астында сұрақ қойып жауап беруіміз керек, е, сұраққа жауап құрастыруымыз керек, балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, осыған қарап жазып алсаңыздар болады. Next, last task, exercise 8, writing. What is your favorite season? What is the weather like during that season? What do you usually do? Write a short paragraph present into the class дейді. Өздерінің сүйікті мезгілдерін қай мезгілдегі қай ауа райын сіздер ұнатасыздар, сол туралы өзіңіздің ұнататын ауа райыңыз туралы, мезгіліңіз туралы жазып, соны сыныпқа таныстырыңыздар дейді, балалар, иә. Мен сіздерге менің өз нұсқамды қалдырдым, сіздер де өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. The lesson is over, children.